аккаунт істейтіндер, сендерге ескерту. Бұлай істемеңдер. Левый аккаунт істейтін таксопарктар, сендерге тағы да бір рет айтам, ескерту жасаймын. Жігіттер, бұл істемеңдер. Левый аккаунт істемеңдер. Левый аккаунт істейсіңдер. Мысалы, мен қазір ИП-мен істеп жатырмын ғой. ИП-мен істеп жатырмын. Мені кеше третий лицомен жауып тастады. Одан кейін тұрды да, бүгін таңертең тұрсам, у вас был ранее ограничен доступ дейді. Тағы да жауып тастады. Енді мен аша алмай көтім айланып жүрсе, и бір кезде маған мен аккаунттан шығамда қайтаншы, телефон номермен кірсем, вы уже на линии дейді. У вас пользуется другой водитель дейді. Жігіттер, мысалы мен өзім аккаунтыма кіре алмай отырмын да. Былай страдать етіп отырмын мен ше, конкретно ше, біреудің жаңағы біреуге жақсылық істеді, реально ше, барды там біреу аккаунты блокқа кетіп қалған, и соны тұрды ақша беріп, левый аккаунт аштыртып алды. Оны 30-35 мың теңге алады. Примерно плюс-минус солай еді. Таксопарктар, сендерге тағы да айтам, осылай левый аккаунтпен маған емес, басқаға емес, менен басқа жетеді адамдар ше, қаншама өйстіп страдать етіп отқан, там у вас ранее был доступ ограничен деп, ол по факту өзінің документімен істеп жатыр да. И біреуге жақсылық істеймін деп, біреуге жамандық істеп жатсыңдар. Жігіттер, ондай нәрсені қойыңдар. Или қоймайсыңдар ма, жігіттер? Жігітше до конца салу керек қой. Таксопарктарын жабылып қалуы мүмкін да, сондай нәрсені үшінші. Өтше көттеріңіз официально істесеңдер, жігіттер. Сол дұрыс болады деп ойлаймын. Сәттілік бәріңе ақ жол, таксопарк ақ жолға тіркеліп қойыңыздар. Замена масла Алматы қаласы Рыскулова 246 адресі бойынша. Мен доступымды ашқан жоқпын, жігіттер. Конкретно страдать етіп отырмын. Докажет ету керек надо.